Шыңғысханда қазір әркім талас тартысып, керейлер бізден шыққан дейді, ұлы жүздер бізден шыққан дейді, қият деп жатыр. Біреулер моңғол дейді. Қандай рудан шыққан? Ол Шыңғысхан жайлы кішігірім ақпарат айтыңызшы. Өте бір талас тартысты сұрақ. Ол қият руынан шыққан, бірақ ол кезде қият ру ештеңеге жатпайды ғой. Ол моңғолға моңғол деген жоқ ол кезде. Түркі деген бар, бірақ ол түркі болып саналған жоқ ол кезде мысалы. Себебі ол түркі деген сөз сәл нетіп қалғанда, қатты қолданыста емес, сондай бір нәрсе. Қысқасын айтқанда, ол қазақ емес, себебі ол кезде қазақ деген түсінік, ұлт деген түсінік болған жоқ. Моңғол емес, себебі моңғол деген сол Шыңғысханнан басталған нәрсе. Мен мысалы Шыңғысхан моңғол деген адамдарға айтатын бір сөзім бар. Шыңғысханға дейін моңғол деген сөз жазылған бір источник тауып берші деймін. Жоқ қандай. Нақты жаңағы юан емес, басқа емес, нақты моңғол деп жазылған, немесе моғол болсын, мугул, могол, анау деген, хотя бы сол мгл деген үш әріптен тұратын бір нәрсе тауып берші. Жоқ ондай Шыңғысханға дейін. Себебі Шыңғысхан сол түсінікті шығарған адам. Ал қазіргі моңғолдарды алсақ, нені мен нақты айта аламын, қазіргі моңғолдар Шыңғысханға ешқандай қатысы жоқ. Себебі олар қазіргі моңғолдар халха деген халық, ал Шыңғысханның кезінде ол халық Нирун деп аталған. Нирун моңғол дейді қазір. Оның бәрі қазір шыққан нелер ғой, түсініктер.